Ассалаумағалейкум, армысыздар. Санаға сәуленің аса құрметті көрермендер. Алдарыңызда әдеттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бүгінгі тақырып денсаулық туралы болмақ. Әуелгі байлық денсаулық. Дені саудың жаны сау, ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын ізде дейді атам қазақ. Енді кім кісіге де денсаулықтан артық қандай байлық болмақ. Бас ауырмағанның құдаймен жұмысы жоқ дейді. Бас ауырып балтыр сыздамаған жағдайда адам өз денсаулығының қадірін біле бермейді. Бойында күш қуаты бар кезде, жастық жалын жігері бар кезде, осы денсаулықпен уақыттың қадіріне жете бермейміз. Сондықтан да адам басына қонған бақтың дейді, басына қонған кезін емес, ұшқан сәтін ғана біледі дейді. Бүгін енді денсаулық туралы бастысы енді сондағы. Мынау суық суға шомылу, жуыну жөнінде өз білгенімді сіздермен бөлісу кетуді жөн көрдім. Енді барлығымыз білетінбіз, қақаған қыстың суық суына түсу жатқан мынау басқа ұлттардың, әсіресе бұрынғы кездер, орыстардың қыс кезінде мұзды ойып соған шомылып жататын, әсіресе өздерінің діни рәсімдері кезінде суық суға түсу арқылы күнәдан арыламыз дейтін өздерінің сондай нанымдары болатын, соған байланысты шығар дейтінбіз. Кейін келе бұл енді жалпы әлемдік түс алған жағдай. Қазіргі кезде әлемде суық суға шомылатындар, қыстың күнінде жеңіл жаңағы киіммен жүретіндер көбейді, көзіміз көріп жүр. Ол біздің қазақ қауымы арасында да кеңінен жалпыласты. Бүгінгі таңда қыстың күнінде тауға шығып, суық суға түсіп, жаңағындай аязды күні кәдімгі мынау шолақ дамбалмен ғана, денесінде басқа еш киімі жоқ, солай сағаттап таңғы суықта жүретіндерді көзіміз шалып көріп жүрміз. Әлеуметтік желі арқылы видеолары тарауда. Енді осы суық судың нендей пайдасы бар? Бұрын енді біз керісінше қыс түскен сайын қалың киініп, ет жеп, сорпа ішіп, суықтан қорғанатын едік. Ал мынау болса керісінше суыққа өзін тастау ғой. Онда ол ревматизм болмай ма, суық тиіп ауырып қалмай ма дейміз. Ал өз басымда солай ойлайтынмын. Бұрын осы суыққа үйір болып, суық суға түсіп, суық күнде таң бозынан ерте тұрып, жеңіл ғана жұқа киініп жүрген ағайын достарды көргенде мен қайран қалатынмын. Енді бұл ауырып қалмай ма, болмайтын шығар деп. Қатып қалған дәстүрлі көзқарасымыз бойынша солай ойлайтын едік. Енді өз басымда суыққа үйір болғалы бері оны білдім, оның өзіндік пайдасын көрдім. Жаз кезінен бастап жаңағы өзен көлдерге барып шомыламыз. Енді ол барлығы солай ғой. Одан қала берді бассейнге түсеміз, жаздың күнінде ыстықтаймыз, салқын суды жанымыз жақсы көреді ол кездері. Ол бәріне түсінікті жағдай. Содан өзімізге бір үлкен палатка бассейн құрып алып, үйдің арт жағынан соған бара-шағымызбен ыстық күнде түсіп жүретінбіз. Мен енді осыны өткен жылы жаздан бастап күзде де салқындағанда түсе бердім. Дене біртіндеп үйренеді екен оғанда. Жаңағындай салқын суға да жайлап үйренгеннен кейін күздің қара суында да түстік. Одан қыс болды, бетіне мұз қатты, мұзын ойып түсіп жүрдім. Онда да әрине ұзаққа жата алмайсың. Жаңағы жаз кезіндегідей, күз кезіндегідей ұзаққа шыдамайсың. Бір шамалы 1 минут, асып кетсе бір жарты минуттай бір шомылып, көміліп, басыңменен бірақ судың астына бір жарты минуттай шыдасаң болды. Сосын денең тоңазып өте бастаған кезде шығасың. Соны сыртта жаңағы жып-жылы ұсақ болады суық судан шыққаннан кейін. Сонымен жаңа біраз әрекеттер жасаймын. Соңғы айтып кеп ыстықтай бір шай ішіп, сол суық судан кейін кәдімгідей сергіп, сондай бір жаңағы несін айтасыз, бүкіл нерв клеткаларыңыз оның бәрі оянып, адам деген жадырап сала береді, өмірге деген құштарлығы артады. Күні бойы сергек жүреді екен.
соны білдім. Солай жалғаса бер сол даладағы бассейн, палатка бассейн қатып қалғанға дейін бірінші айдың 10-ына дейін түстім. Одан кейін үйдегі суық суға түсіп отырмыз. Мінекей мұздай душтың суына түсем. Одан түсіп алып далаға жаңағы сүртінбестен айналып кішкене далада қар басып жүріп, бұл бұрқырап адам деген жаңа сырттағы суға кепкенше жүрсеңіз, қайтып кірген кезде дегеніңіз қан сүртініп, сонымен киіне қалсаңыз, сондай денеңізден шейін бір жел аңқылдап, салқын жел, сондай жадырап, кереметте бір сергіп, осы тұла бойыңыз дүр сілкініп, керемет бір күй кешесіз енді. Онен суық суға түскендер біледі. Мінекей, сол арқылы менде қазір енді жаңағы кішігірім мынау енді ревматизм болып бастаған буыннан аяқтың енді ол кетті, суықты су қалады деген рас екен, атам қазақ айтқан ғой, ол қайтарады деп. Одан кейін жаңағы давление бар еді, ол түсті, артық салмағым бар еді, одан арылып жатырмын. Одан кейін жаңағы мынау қан тамырларының жаңағы жүйке тамырлардың жаңа кеңіп сондай бір жақсы жұмыс жасауына мүмкіндік жаратады екен суық судың пайдасы. Енді суыққа түскен адам тітіркенеді денесі, суықтан тараю деген физикалық құбылыс бар ғой, сол бойынша тамырларыңыз жаңағы дененің тітіркеніп бұлшық еттерінің жиырылуына байланысты тамырлар қысылып не қылады, тараяды. Сол кезде жаңа жүрекке жаңағы қанды тез қысымменен ығыстыруға тура келеді. Ол қатты қысыммен ығысқан қан ұсақ тамырлары арқылы әрбір жаңағы ең соңғы тамырдың ұсақ мынау буындағы әрбір ағзадағы ұсақ қан тамырларына қысыммен барған қан жолындағысының бәрін жаңағы алып өтеді. Сөйтіп қан айналысы жақсы арада жүрек қан тамырларына өте пайдалы екен бұл. Керемет жаңағы қандағы түрлі қатқан түйіршіктер болады, белгілі ғой, жылдар бойы жиналған, соның бәрін ыдыратады. Сосын олай нерв тамырларының жақсы жұмыс жасауына мүмкіндік жаратады. Нерв тітіркенуі арқылы ұйқыдағы нервтер түгелдей оянады. Сосын менде жаңағы бронхо дейді, мынау аллергия бар еді, гайморит, бұл мазаланатын, соның бәрі кетті енді. Қараңызшы, бір суық суға түсу арқылы да, басқа ешқандай ем-дом жоқ, тек суық суға түсу арқылы осының бәрінен құтылдым мен. Жаңа ғана мінекей суық душқа түсіп алып, далаға шығып, жаңа қар басып жүріп, біраз әбден денем тоңазығанда кіріп сүртініп киініп, алдарыңызда сергек, сондай жақсы көңіл күйде сіздерге осы бір жақсы әдет туралы бөлісіп отырмын. Яғни суықпен достасқаның, аурумен қоштасқаның дейді. Бұл жөнінде жан мен тән сауықтыру орталығын ашқан Ахметбек Нұрсила ағамызда көп адамдардың осы суықпен достасу арқылы көп аурумен қоштасқанын, өздерінің күнделікті келіп ем алып жатқан кісілерді сұхбатын алып сөйлетіп, сіздерге YouTube каналы арқылы көрсетіп отыр. Оны көптеріңіз көріп жүрсіздер, соны көріп арқылы да көп адамдар келіп жан мен тән сауықтыру орталығынан ем алып жатыр. Өз жерден кешенді дауалайтын сияқты естуімізге қарағанда өзіміз барып көрмесек те жаңағы суық суға түсу ол бір ғана емдік шарасы. Адам қалған басқа да жаңағы йога жаттығу бар, дұрыс тыныс алу бар екен, ашығып дауалану, жаңа кризма жасату, ішті тазалау, сосын тауға шығу, серуендеу, суық суға түсу, медитация жасау, сосын өзіне деген сенімдігін оятады, ішкі жанартауын оятады. Міне суық су соның біреуі ғана. Бұл жерде 8 түрлі методика қолданылады деді ол кісінің айтуында. Енді арнаулы сол кісіден осы 8 түрлі емдік шараларды үйренемін деген кісілер барып, сол орталықтан ем алғаны жақсы. Енді суық суменен мінекей достасып едік біз, көптеген жаңағы сияқты кінәраттардан қоштастық. Әлемдегі әйгілі жаңа мұз адамы деп аталған жаңа Вим Хоп деген кісі бар. Инстаграмда Вим Хоп деп жазсаңыздар шығады. Сол Вим Хоп деген кісі әлемдегі әйгілі мұз адам. Ол да сол бір кездері белгілі сырқаттанып, түрлі жағдайға тап болып, өз денсаулығы әлсіреп, депрессияға түскен бе, сонымен суық суменен шомылып үйреніп кеткен екен. Ол кісі қазір осы суық суға шомылуда әлем бойынша нөмірі 1 адам.
оны да зерттеп ғалымдар барлығы таңғалған. Енді бұл енді суық суда жаңағы қыстың күнінің өзінде сағаттап жүзіп малтайды екен. Жаңағындай жаздық киімменен анау қар басқан тауларда сағаттап жүреді екен, өзін ешқандай тоңғандай сезінбейді екен. Бұл енді мыңнан миллионнан бір сондай ерекше жаратылыс шығар деп зерттегенде жоқ, ол әдетте қалыпты адам, сізбен біз сияқты етпен сүйектен тұрады. Ол да өз сұхбаттарында айтқан. Енді мен машықтану арқылы өзімнің ішкі сенімімді оятып, әуел керек болса мен суық су астында жатып өзім жылыта аламын дейді. Көрдіңіз бе, адам барлығына басты екен. Адам миына қандай команда береді, ол соны орындайды екен. Көрдіңіз бе, бейсаналы түрде орындайды екен. Біз көбінесе ойбай суықтан тоңып қаламыз, үсіп қаламыз, ауырып қаламыз деп ойлаймыз. Миымызға солай ой кіргеннен кейін солай біз ауыртады екен, суық тигізеді екен. Алып қараңыз, жоқ, ауырмаймын, қайта мен ауруымнан құтыламын, жақсы боламын, сергеймін, серпілемін десеңіз солай болады. Көрдіңіз бе, адам өз миын қалай басқарады солай. Сонымен ішкі жанартауыңызды суық су арқылы оятасыз, сергек сенімді жүресіз, жаңағы ревматизмнен құтыласыз. Тіпті жан-мен сауықтыру орталығына келіп сол суық суға түсу арқылы да аурулар азабынан құтылып, өлі доғдырлар жаңа онкологиямен, ракпен ауырған кісілерге, енді химиялық дауаланып, енді жағдай қиын болып жатқан кісілердің өзі сол суық сумен достасып, күнделікті әдетке айналдырғандықтан ауруынан құлан таза, рактан жазылып тұрған екен. Көрдіңіз бе енді? Енді суық суға түсуде бірден енді әй-шәй жоқ. Ойбай жақсы екен деп бірден түсіп кетпейсіз. Жаңа мен айтқанымдай, жаздың күнінен бастап сол кездегі жылы суға түсіп, сөйте күзде үзбей осыны әдетке айналдырып, одан салқын суға түсіп үйренесіз, сөйте қыстың күнінде суық суға денеңіз түсуге әбден дайын болады. Оған да осындай басқыштар кетеді. Және суық суға үйренгеннен кейін бірақ жатып алуға болмайды. Елдің бәрі вим қауіп емес. Сағаттап жатып, өзін-өз контролдап, өзінің миын өзі сондай дәрежеде игеріп басқарған, контролдаған адам емеспіз. Бізге сол өзіміздің жағдайымызға қарай жеткілікті деп ойлаймын. Құрметті ағайындар, суық су туралы енді мен өзім түсіп пайдасын көріп жатқан соң сіздерге айтып бөлісіп қояйын деп соны жөн санадым. Енді көбінесе біз суық тисе ыстыққа түсеміз, ыстық сорпа ішеміз, ыстық оранамыз, тер шығару керек. Ол да өзінің пайдасын беретін белгілі. Десе де Қазақстанда қыс бойы баняға түседі, жаздың күнде түсіп жатады. Бұл анда түсудің реті бар екен. Қысқасы ыстық су, жылы орта біздің денеміздегі бактерия, вирус, инфекциялардың көбеюіне, өсіп-өнуіне қолайлы шарт жағдай дайындайды екен. Ондай денені жаңағы сияқты паразиттер мекендеп өсіп-өне береді екен. Ал суық оларға ондай қолайлы орта жаратпайды. Керісінше ондай денеден олар қашып шығады, олар одан ары қарай мекендеп өмір сүре алмай қалады. Көрдіңіз бе? Сол арқылы құтыласыз. Жылы орта оларға жақсы мүмкіндік жаратады. Қысқасы суық ширатады, ыстық былжыратады. Баняға түскенде де ұзаққа түспеу керекпіз. Оған ыстыққа жанымыз кіріп әшейін терлеп деп ойбай суық шығып жатыр бойымызда деп ұзаққа отыра берсек те болмайды. Оның да өз уақыты бар. Көрдіңіз бе? Қан басым көтеріледі, кей адамдар содан жығылып та қалады. Мінекей жағдайыңызға қараңыз. Кей адамға тіпті ыстық мүлде жақпайды. Мысалы, маған ыстық жақпайды. Ыстықта давление көтеріледі, ыстықта сондай жүрек қысады өлді десеңіз, көрдіңіз бе? Ол кей адамға жағуы мүмкін шынында. Ал маған суық осылай жағып жатыр. Енді суықта барлықтарыңызға 100% жағады деп айта алмаймын. Оны да өз жағдайларыңызға қарай көресіздер. Десе де көп санды адамдар суықтың пайдасын көруде. Тіпті қазір өзіңмен күрес деп ұрандатып біздің біраз жігіттеріміз осы жолда жүр. Менің де көршім бар, міне 168-ші күнге келді ма биыл, мынау Алматыда тұратын осындай бір топ жігіттер, үлкен кісілер де бар арасында. Мынау тауға Шымбұлаққа шығады, ана Медеуге, жаңа 800 баспалдаққа көтеріледі таң бозынан, түнгі сағат 3:30-да тұрып кетеді олар. Таңға сондай күн шықпай тұрып, сол жақта таудың суық суына түседі әуелі. Одан шығып, жаңа тауға шығады, көтеріледі, таза ауа жұтады, әрекет жасайды. Сөйтіп біздің жігіттер осылай күннен күнге көбейіп, қатары молайып, тауда өз-өзіменен күрес жасап, жігерлері тасып жүр. Керемет қой, керемет. Жаңағы жылы оранып, түске дейін ұйықтап, жаймен тұрып, жаңағыдай комфортқа, рақатқа кіріп алғаннан не табады? Ауру табады.
ал мінекей өз-өзін жаңағы суықпен ширатып шыңдаса, салауатты өмір салтын ұстанса, таза тауда табиғат аясында әрекет етсе, оларға әрекетіне қарай берекет болатыны белгілі. Дені сау, сау саламат жаңағы жұмыстарына деген құлшыныс жігері тасып жүреді. Сосын суық су әрекет жаңағы таза ауадағы таудағы ол депрессия болмайды, ол адамда стресстің барлығы жоқ болып кетеді. Негативті ойдан аулақ боласыз. Сондай бір ішкі жанартауыңыз оянып жалындап, сондай бір өр рухпен жігерменен ширап жүресіз. Керемет емес пе? Керемет. Олай болса неге осы үй жағдайында мінекей тегін мынандай суық душқа шомылу, соны әдетке айналдыру, жаңағы тауға бару, сондағы суға түсу, тауда жүру, таза ауада демалу, бәрі керемет, жақсы. Бұның барлығына ешқандай ақша төлемейді, тегін барлығы. Мінекей ауырып он пәлен жаңағы пашка дәрі ішіп өкіл салдырып доғдырға не қылғанша осындай ұстаныңыздар өздеріңізді. Өздеріңізді аямаңыздар ол жағынан. Сондық уақытымыз бар. Осындай күш қуатымыз бар кезде денсаулығымыздағы кішігірім кінәраттардан барлығынан құтылайық. Ол үшін жаңағындай ерте тұрайық, суық суменен достасайық, жақсы әдеттер қалыптастырайық. Ауырып емін іздегенше ауырмаудың жолын іздейік ағайындар. Бүгінгі айтайын дегенім осы еді. Аман сау болыңыздар. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Көріскенше күн жақсы болғай.